Душқа түсіп дайындап қойған қалың орамалмен сүртініп болып жататын бөлмеге келдім. Төсекке жатуын жатқанмен ұйықтай алсамшы. Әрі аунадым, бері аунадым. Осындайда көмектесетін әдісім бойынша ішімнен мыңға дейін асықпай санап, одан кері қарай санап көрдім. Мың қырығыма да кірмейді. Бұл жағдайымның арғы себебі түсінікті ғой. Тап қасымдағы бөлмеде сарымайдай балқып, сұлу, өзім жан тәніммен, бар болмысыммен сүйетін келіншек жатса, даңғарада үйде екеумізден басқа жан жоқ болса, ойламайын десем де, ми қыртыстарым сол ойға қайта айналып келе береді. Басқа дүниенің барлығы мақұрым қалғандай. Мана ғой, ол соңғы автобустан түсерде мені көріп қуанып кеткен жоқ па? Мына жақтан түн ішінде неғып жүрсіз? Автобустан қалмай жүре беріңіз, әуре болмаңыз деген сияқты әңгімелер айтқанда жоқ қой. Шайдың үстінде де жылы қабақ танытып, жайраңдап көңілді отырды ғой. Бірнеше рет шай ұсынған кесесімен бірге оның сүйдіктей әдемі саусақтарын ұстап, қысып алғанымда да ренжіген жоқ. Қолын сілкіп тартып та алмады. Өткеннен бері қасында жүргенде менің өзінде көңілім барын қалай сезбейді? Әлде мені менсінбей ме? Жас баладай санай ма? Егер менен де басқа қырындап жүрген жігіті, азаматы болса, мана неге жалғыз келді? Ол адамы мынандай сұлу келіншекті жеті түнде неге жалғыз жібереді? Сұрақ көп, жауап жоқ. Батыл қимылдап, қазір жатқан бөлмесіне жетіп барсам, бәрін бүлдіремін бе? Дөрекілік жасады, көргенсіз екен деп ойлап, осы күнімнен де айырылып қалмаймын ба? Ішкі ойым айтады, осы қазір қимылдап қалмасаң артынан кеш болады. Мынандай мүмкіндік саған күнде бола бермейді. Осыған дейін тіпті үйінің есігінен де аттай алмай кеткен жоқсың ба? Тез қимылда. Жаздың таңы ерте атады. Енді кешігуге жол жоқ. Сұлу келіншек сені сүйеді, тек өздігінен айта алмай, сенен сондай сөзді күтіп жүр. Бүгін сенің келгеніңді көргенде көздері жарқ ете қалғаннан-ақ барлығын білуге болмай ба? Өткенде би алаңында да қоймастан өзіңмен билегені не үшін? Сүймеген адаммен осыншама билер ме еді? Осылайша сансыз сұрақтармен арпалысып, дөңбекшіп, өзімді өзім қайрап көзім ілінбеді. Талай шайқастарда қайтпаған жүрегім осы келіншектің алдында жас баладай именшектей беретіні несі? Қанша аунақшағанымды өзім де білмеймін. Бір мезгілде шешімге келдім. Нар тәуекел. Шешінген судан тайынбас дей ме, әлде сүт сұрай келіп ыдысыңды жасырма дей ме, білмедім. Бір істі бастауға бел шештім. Орнымнан тұрып, мысық табандап, дыбысымды шығармауға тырысып, сұлу келіншектің жатын бөлмесіне қарай жүрдім. Есігі кілттенбеген, бөлмеге терезенің ашық тұрған желдеткішінен форточка, түскен ай сәулесі жарық беріп тұр. Тым жақсы жарық. Ортадағы тең кереуетте, әппақ төсекте, жамылғысы жартылай ашылып, қолаң шашы жастыққа жайылып, кермаралдай керіліп сұлуым жатыр екен. Алаңсыз ұйқыда сияқты. Менен келетін еш қауіп жоқ екеніне сеніп, маған сеніп, шырт ұйқыға кірген. Ойпырмай, алдымдағы ақ төсекте қаннен қаперсіз ұйқыда жатқан не деген керемет әдемілік десеңші. Ұйқыдағы ару, кереуеттің бір шетіне отырып, қолыммен шашын сипап, әппақ төсінен ернімнің ұшымен жайлап қана сүйе бастадым. Оянды, көзін аша алмай, кірпіктері қимылдап, денесін жинап алғысы келіп, жартылай ашылып қалған жамылғысын іздеді. Қолдарымен мені итеруге талаптанды. Бірақ бұлардың барлығы тек әдептілік сақтап қарсылық көрсетудің ишаралары сияқты көрінді маған. Тыпырлап, орнынан атып тұрмақшы болып, қатты шұғыл қозғалыстар жасап жатқан жоқ. Демек, менің құшағыма енуіме қарсы емес сияқты ма қалай? Ойлап тұруға дәтім жоқ. Не де болса, басталған істі жалғастыруым керек. Артынан көре жатармын. Сұлуымды құшағыма ала бердім. От боп жанып жатыр екен. Сүймеген жер қалдырмадым. Шашынан, көздерінен, ерінен, ақ тамағынан, әппақ төсінен, анарларының ұшынан, әппақ білектерінің салалы саусақтарынан, қолдарымның сипамаған жері жоқ. Әсіресе анарларын қысып-қысып, аш белінен құшақтап, өзіме тартып едім, қарсылық көрсеткен жоқ. Бауырыма кіріп бара жатты. Ақ білектерімен мойныма асылып, еріндерім жабысып, тілінен бал сорып, еріндерім сүюден босағанда, құлақтарына жаным, мен сені жан тәніммен сүйемін, сен үшін өлуге де бармын деген сияқты ақ жүрегімнен шыққан жалынды сөздерді күйдіріп жандырып сыбырлай бердім. Аймалай бердім, құшағымнан шығарғым келмеді. Осы болып жатырғандардың барлығы түсім емес пе екен? Мынандай аймаңдай сұлудың от құшағында өртеніп жатқаным шын өмірде ме екен? Бұл не деген бақытты түн еді. Жаңа ғана аунақшып дөңбекшіп
кірпігім ілінбей жатқан жоқ па едім. Осыған дейін ең болмағанда қолымнан да ұстаған жоқ еді ғой. Құшақтап сүймек түгілі бір кеште билегенім болмаса, мен бұл жерге қалай келдім деп өңім екеніне сене алар емеспін. Жаздың қысқа түні тез өтіп, таң да атып келе жатты. Ұзаққа созылған махаббат шайқасынан нәр алған, құмарынан шыға тояттаған құшағымдағы сұлуым да сарымайдай балқып балбырап ұйқыға жатты. Мен ғана осындай кенеттен басыма қонған бақыт құсына сенер-сенбесімді білмей дал болып, құшағымдағы бақыт құсынан айырылып қалмауды ойлап жатқан. Сәлден кейін сұлуымның мойнының астында қалған қолымды ақырын оятып алмауға тырысып шығарып алдым да, төменгі жағыма ақжайманы орап алып ас үйге барып кофе дайындап, подносқа әртүрлі тәттілер салып алып, жатын бөлмеге келдім. Подносымды кереуеттің қасындағы тумбочкаға қойып, ұйқыда жатқан сұлуымның аймаңдайынан, ерінен, ақ тамағынан, аппақ төсінен жайлап, еріндерімді тигізер-тигізбес қылып, шөпілдетіп сүйе бердім. Сұлуым да оянып келіп, көзін ашпастан еркелеп, мойныма ақ білектерін асып, мені өзіне тартып, ернімне ернін жабысып сүйді де құшағын жазбастан төсегінде тұрып отырды. Мен қайырлы таң аппағым деп еркелетіп, алдына подносты қойдым. Бұдан былай қарай енді сұлуымды аппағым деп айтатын болдым. Тек тән аппақ емес, ішкі жан дүниесі де аппақ екенін сездім де, ендігі жерде тек қана осылай атайтын боламын деп шештім. Өзіне де айттым. Біздің алғашқы таңғы асымыз осылай басталды. Таңғы ас үстінде телефондарымызды түгелдей өшіріп тастаймыз. Келген адам болса есік ашпаймыз. Осылайша бақытты шағымызды бөтен көздерден қорғаймыз деп шештік. Аймаласу, құшақтасу, сылап сипау, еркелету, махаббат ойындары, құштарлық, ыстық сөздер. Бір мезгілде тәуліктің қай мезгіл екенін де білмейміз. Сыртқы есікті біреу қаққандай болды. Екеуміз жас балалар сияқты есік жақтағы терезенің жапқышының арасындағы саңлаудан сығалап қарадық. Көрші әйел ешкім жауап бермегесін үйіне кетіп бара жатыр екен. Қанша уақыт қағып тұрғанын да білмедік. Ұзақ қақтым екен. Аппағымды оранған жамылғысымен бірге қолыма көтеріп алдым. Ол да ақ білектерін мойныма орай басымды құшақтап алды да, қыдығызы келген сәбидей тыпырлап сықылықтап күле берді. Массаж жасап жүргенде сезгенім, мақын жағындағы бір нүктеге қолың тигенде селк ете түсетін. Қазір де бір саусағым сол нүктенің дәл үстін басып тұр екен. Құшағымдағы сұлу келіншектің бұлқынғанын қызық көріп, саусағымды сол нүктеден алмадым. Керісінше сол жерге батыра түстім. Ой, жаны шығып кетердей болып тыпырлады. Бұлқынды дейсің. Әрі таудан аққан бұлақтай, сыңғырындай құлағымның түбінен шыққан күлкісі қандай керемет. Сол көтерген күйімде ваннаға барып душтың астына тұрғыздым. Өзімде беліме орап алған ақ жаймамды шешіп тастап, қасына тұра қалдым. Суды толық ашып, екеуміздің де үстімізге жылы су жібердім. Рахат. Судың астында тұрған аппағымның денесін сипалап, суық сабынмен жуындыра бастадым да, сәлден соң ол шаруа жөніне қалды. Келіншек мені құшағына алып, бауырыма тығыла берді. Селдетіп құйған ақ жаңбырдың астында, қолшатырсыз қалған ғашықтардай болып, толассыз құйылған жылы судың астында сүйісіп тұрдық. Ол сүйріктей саусақтарымен, жұп-жұмсақ алақандарымен денемдегі әртүрлі ұрыстардан, шайқастардан түскен тыртықтарды, ескі жарақаттардың және күні кеше алған жаңа жараның орындарын сипалап, сүйіп емдеп, бұлардың тарихтарын сұрады. Неге көп деді. Бала кезден бастап күні кешеге дейін бір талай тыртықтар бар екен, оларға ешқашан мән берген жоқ едім, санын да білмеймін. Енді ғана сұлу келіншектің саусақтары тигесін біраз бар екенін біліп отырмын. Түнде де құшақтап жатып саусақтарымен соларды аялағанын сезгенмін. Суды тоқтатып, сұлуымды сәби сияқты ақ жаймаға орап алып көтерген күйі жатын бөлмеге апардым. Кереуетіне отырғыздым. Сәлден кейін екеуміз тамақ жасау үшін ас үйге бардық. Әрине, арасында көп сырластық. Айтылмаған әңгіменің шегі жоқ. Өзім туралы бүкпесіз бар шындықты жайып салдым. Оның өмірі жөнінде де біраз мәліметке қанықтым. Жастай тұрмысқа шыққан, балайы өтер өтпес